Кейде жалғыз жататын адамнан өткен байғұс жоқ. Гүлназ да талай түні жастық құшағында жатып армандайтын. Құдайым, бір рет болса да құшағыма еркек кірсе ғой. Тек бір рет әйел боп сезінсем ғой. Осы жасына келгенде де біреуге тиіп көрмеп еді. 40 жыл бойы көршінің қызы ұзатылып жатқанда терезеден қарап, ішін жеп қызғанып қоятын. Есесіне шешесі барда ешқайда қадам баса алмады. Марқұм шешесі тілі ащы еді. 40-қа дейін күйеуге тимеген қыз үйдің сорлысы деп жиі айтатын. Бірақ өзі тірі кезінде оң жақтан ұзатпайтын. Мен өлсең барарсың, асықпа дейтін. Гүлназ асықпай жүріп отырып қалған қыз атанды. Осыдан 1 жыл бұрын базарға картоп алуға барған. Қап арқалап тұрған Қайсардың көзі оған кездейсоқ түсіп еді. 10 жас кіші жігіттің жанары бір түрлі жылы көрінді. Әпке, ауыр ғой, өзім жеткізіп берейін деді. Гүлназға ондай сөзді еркек баласы бұрын айтпаған. Тамағына өксік кептеліп жарайды дегеннен басқа сөзі шықпады. Сол күннен бастап Гүлназдың жүрегіндегі жабық есік кілтінің сәл-пәл ашылғандай еді. Қайсар қалада өскен, бір әйелмен ажырасып шыққан соң, маған таза әйел керек, өткенін ешкім білмейтін, құшағымда пәк боп ашылатын деп, іштей армандап жүретін. Гүлназдың ұяңдығын көріп оған ғашық болып қалды. Бірақ шешесі Әмина кемпір басынан сөз асырмайтын. Осы қызға үйленем дегеннен-ақ беті бұзылды. Кәрі қызға үйленесің бе? 40-қа келгенше таза болады дейсің бе? Ертең ұрпақсыз қалсаң не боласың? Қайсар шешесінің сөзін естісе де қайтпады. Маған басқа әйел керек емес деді. Осы сөзді Гүлназға жеткізгенде ол алғаш рет өзіне бақыт бар шығар дегендей сеніммен қарады. Ауылға сөз тез тарайды ғой. 40-тағы қыз күйеуге кетеді екен деген дыбыс-сыбыс бір күнде бүкіл көшеге жайылды. Бір үйдің кемпірлері шай үстінде сыбырлап отырды. Білмеймін, таза болар ма екен. Қайсар жап-жас қой, жынданған ба? Анасы тексеріп кіргізеді дейді ғой. Гүлназ босағадан ұзатылмай тұрып-ақ ауылдың аузында тозып бітті. Тойдың дауы, әні, күлкісі басылды. Гүлназдың құлағына енді тек жүрек дүрсілі ғана естілетіндей. Ақ көрпеше төселді. Енесі Әмина кемпір есіктің ар жағында самаурын қойыр жер таппай отыр. Қайсарға қатты шықпаңда, таза болса дағыңды көрсетіңдер деді. Гүлназ жүрегінде құдайым, бетімді жерге қаратпа деп бірақ тілегі бар еді. Қайсар күліп қорықпа, екеумізді адам емес Алла ғана қосады деді. Сол сөзге сенгісі келді. Сенгісі келсе де жүрегі енесінің көлеңкесінде бүрісіп қалды. Қайсар Гүлназды алғаш рет құшақтады. Гүлназдың төменгі жағы тар еді. Алғашқы ауырсыну біразға дейін шыдатпай жанарын жас шуып кетті. Таң ата сала Әмина кемпір көрпешені көтеріп алып шықты. Менің келінім таза, көріңдер, мен елге ұят болғаным жоқ деді. Ауылдың әйелдері жиналды. Көрпе үстінде қызылдақты көріп бәрі деді. Бір қыздың пәктігіне бүкіл ауыл куә болып, Гүлназдың ішінен өлеусіреген үміт жанып келе жатқан еді. Таң атқаннан кейін ауылдың іші Гүлназ таза екен дегенді жырғылды. Әмина кемпір енді бар даусымен мақтанады. Ұлымның бағы бар, 40-қа келсе де таза жүріпті, жолың ашық екен деп құттықтап келіп жатыр. Гүлназ сол күні алғаш рет Қайсарға кіріптар боп қалды. Күйеуінің алдында қызарып отыру бір бөлек, оның денесін қалап кетуі мүлдем басқа еді. Сол түні екеуі қайта қосылды. Қайсар еркелетіп шашынан сипады. Гүлназ іштей мен де әйелмін, мен де біреудің құшағында еркелей аламын деген сезімге мас болды. Қайсардың құшағы ыстық еді, бірақ Гүлназдың жүрегі әлде бір көлеңкеден қорықты. Осы бақыт қаншаға созылар екен? Жаз өтті, күз келді. Гүлназ бақытты әйелдей көрінді, бірақ үйдің іші тыныш емес еді. Әмина кемпір көрші кемпірлерді шақырып алып күңкілдейтін болды. Ұрпақ бар ма? Ішінде бала бар ма екен? 40-қа келіп бала табар ма екен? Ұлымның жас өмірін қор етпесе болғаны. Гүлназ бәрін сезетін, құдды өз денесін өзі тыңдап жүретін. Ішімде жан бар ма екен? Әлде мен
Кешкес Қайсар жұбататын. Бала болмаса да сен менікісің дер еді. Гүлназ күліп қана қоятын. Іші ащы күлкі еді. Күздің бір күні Гүлназ оңашада дәрігерге барды. Үміті ақ қарда еді. Дәрігер тексеріп болды да құжаттарын бүктеп қарап тұрды. Кешіріңіз, бала көтеру қиын, жасыңыз өтіп кетіпті деді, ақырын. Сол сәтте Гүлназдың алды қараңғы тартып кеткендей болды. Ол үйге қалай жеткенін білмейді. Түнде Қайсарға бар шындықты айтты. Бір бұрышта бүрісіп жатты да қойды. Іштей өз-өзін кемсітті. Таза екен деп мақтадыңдар, не керек, бала жоқ болса. Қайсар Гүлназды құлай сүйетін, бірақ бала туралы ой одан тыныштық ұрлайтын. Түнде құшағында жатқанда да менің қаным кімге қалады деп күңіренетін. Кейде анасына қарап тілін жұтып қояды. Әмина кемпір отқа май құя беретін. Ұлым, сен әлі жассың, ұрпақсыз қалай өтесің? Гүлназдың бар кінәсі махаббатқа шөлдеп жүріп, бақыттың соңғы үмітін кеш тапқаны еді. Әмина кемпір тыным қалмайтын адам еді. Көрші ауылда жас қыз бар дегенді естіді. Жасы 27-де, әдемі, бір рет күйеуге тиіп келген. Әмина өзі барып келінді көрді. Жас қыз тез бала көтереді, ұл туады. Гүлназдан қайыр жоқ деді Қайсарға. Қайсар жоқ, мен Гүлназды сатпаймын деп ашуланды. Бірақ анасының сөзін елемеу оғанда қиын еді. Гүлназ бәрін біліп отырды. Жастығы тағы да су болды. Түн ортасында Гүлназ Қайсардың бетінен сипады. Бір өтінішім бар деді. Айтшы жаным деді Қайсар. Гүлназдың даусы қырылдап шықты. Мені сатпаңдаршы, басқа ел әкелме, ұрпағың болмаса да мені адам сияқты қадірлеші, өтінемін. Қайсар тіл қатпады. Іштей білетін, ол ананың айтқанына түбінде көнеді. Бірнеше айдан соң бәрі өзгерді. Қайсар амалсыз көндірді. Жас қызға құда түсті. Ауылға жаңа келін кірді. Гүлназдың төсегі бөлек қалды. Бір үйдің ішінде 2 әйел. Бірақ біреуі жаңа бала көтеретін жас келіншек. Уақыт өте келе тоқал жүкті болды. Әмина кемпір ауылды шулатты. Міне, ұлымның жолы ашылды. Енді Гүлназ оты сөнген адам. Қайсар ұл туған күні Гүлназдың бөлмесіне кіріп келді. Кешір, мен сені сатып кеткен жоқпын. Сен мен үшін әлі де алғашқысың деді. Гүлназ көзін ашқан жоқ. Көзінің жасы жастығына сіңіп жатты. Жылдар өтті, тоқал тағы 2 бала туды. Әмина кемпірдің арманы орындалды. Қайсардың 2 ұлы бар, бірақ ішінде Гүлназға деген махаббат өшпеді. Гүлназ ажырасам деген жоқ. Кәрі қыз едім, енді ажырасқан қатын болайын ба деді іштей. Күні кеше күйеуінің құшағында еркелеген әйел енді еңсесі еңкіш тартқан жалғыз адамға айналды. Ауылда әлі күнге дейін өсек тоқтамайды. Гүлназдың алғашқы түнінде енесі кіріп еді ғой, сонда не болды? Ұл тумаған соң бәрі бекер екен. 40-қа дейін отырған қыз жаманырым деді. Текке құрнамыз. Гүлназдың ауладағы орындықтағы жалғыз отырды. Қолына гүл алып, Қайсар, мен саған барымды бердім ғой деді іштей. Қайсар тоқалының үйінде ұлдарының арасында, бірақ бақыт дегеннің дәмін таппады. Тазалығыңмен не таптың? Ұрпағың жоқ, жұрт саған күлді. Ұрпағы бар еркек сені ұмытты. Қайсардың махаббаты тірідей өлген. Гүлназдың соңғы демі мені адам сияқты сүйген бір еркек болды.